Одан жылдар, ғасырлар даналығын бойына сіңірген ақсақал өзінің ең керемет туындысын қобызды қолына алды. Аспапты тартқан кезде күн күркіреп, найзағай жарқылдап, шың жартастарды одан сайын сілкіндіріп, аспанды одан бетер толқытты. Тұра тұрыңызшы, сіз бізге қазір жақсы адам туралы айтып отырсыз ба? Сіздің әңгімеңізге қарағанда жақсы адамға ұқсамайды ғой. Келісемін, дәл солай. Тіпті есімі жылы жүректе емес, Қорқыт ата. Қорқынышты естілетін сияқты. Иә, мүмкін. Бір қарағанда тағдырын өзгерткісі келген адам туралы аңыз. Ондай аса мейірімді боп естілмейтін шығар. Бірақ бұл әр адамның қалауы емес пе? Айтпақшы, бұны менен емес, оның өзінен сұрасаңдар болады ғой. Келіп қалдың ба? Кел, төрлет. Балалар, амандасыңдар. Бұл Қорқыт ата. Қорқыт ата? Бұл Қорқыт ата ма? Иә, мен ғой боқшақ. Шақырғандарыңа рахмет. Күтпеген жерден жаңбыр құйып кетті ғой. Жаңбыр себелеп тұрып жауды ғой. Тағы да рахмет шақырғаныңа, досым. Бірақ желмаямды қайтсем екен. Сыртта тұр, ал жаңбырдың қоятын түрі жоқ. Досым, менің есігім бәріне әрдайым ашық екенін білесің ғой. Кірсін әрине, жылынсын, орын бәріне жетеді. Ого, мынау қанат ба? Сәлем, мен Аққу. Танысқаныма қуаныштымын. Қанатын әп-әдемі екен. Мен жылан, тіл табыса аламыз деп үміттенемін. Менің атым бүлдіріп, аусти. Бірақ барлық бауырсақты жеп қойма. Отырыңдар, сендерді жылытайын. Тү, сырттан қарағанда бір түрлі екен. Абайласаңшы. Рахмет, жылан. Ой, менің ақ қауырсындарым. Кешіріңдерші. Ол негізі әдептеді. Тек кейде соны ұмытып кетеді. Ол менің ең жақын досым. Онымен не көрмедік десеңші. Дүниенің төрт бұрышын бірге араладық. Ол менің қобызымның алғашқы үнін естіді. Мен ойлап тапқан қобыздың ғажайып үні үшін аспан мен жер асты құдайлары тәңір мен ерліктің маған берген сыйын да көрді. Бұл аспаптың біреуді баурап алатындай сиқыры барына сене алмаймын. О, досым, балаларға тартып бересің бе? Өтінем. Болады деп ойлайым. Бірақ тым қатты кетпес үшін бір қарапайым туынды тартып берейін. Әйтпесе біреуді ұйқысынан тұрғызып алармыз. Солай. Ал бұдан да мықты тарта аласың ба? Я, қанеки, бұдан да күшті қып. Мені толқытып жіберді ғой. Кеудемде ыстық боп тұр. Бұдан да күшті етіп тартып бересіз бе? Бұл жақсы ой емес ау. Тартып беріңізші, өтінеміз. Халық сұрап тұр, кеттік онда. Тоқтаңдаршы. Бұл шынымен жақсы ой емес шығар. Уайымдама. Қобыз тартып отырып, шектен шығып кетпедім бе деп алаңдаймын. Не десе де, аспаптың сиқыры бар. Біреу-міреу оянып кетуі мүмкін.
Мына жер қорқынышты екен. Бұл жер неге маған бір нәрсені еске түсіріп тұр? Өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Ішің ауырып тұр ма? Алаушаға кесек ағаш бер. Өзін нашар сезіп тұр. Тамақтансын. Қорқатын ештеңе жоқ. Жолшыларым, сендерді қарсы алмағаным үшін кешіріңдер. Ұят болды. Қайткенде бұл менің міндетім. Араларыңдағы дауысы ең жуаны сенсің ау. Әрине, мәртебелі бұғысың ғой. Ата тегің орманда ән айтумен танымал. Ал сен кімсің, сұлуым? Қандай әдемі кішкентай аққу. Сұлулық пен махаббаттың белгісі екенің бірден көрініп тұр. Қандай күшті бөлтіріге жетіп келеді. Өзі қандай батыл, осы топтың басшысы боласың ау. Ой, қараңдаршы, қандай жылтыр, қабыршағы не деген әдемі, ал өзі сондай айбатты. Ал сен, балам, ауырып қалған сияқтысың ғой. Бұл жер тым ылғал. Иә, ылғал. Мен де ауырып қалдым. Ошағымда сөніп қалды. Мұның бәрі Айдаһардың көмекшілерінің жұмысы. Осында келіп менің ошағымды сөндіріп тастады. Сөйтіп менікінде де, басқа киіз үйлерде де бірде-бір ошақ қалған жоқ. Ой, бұл қалай сонда? Сенде ошақ жоқ болса, басқаларда неге жоқ? Мен түсінбедім. Мен отанамын, балам. Үй ошағының есімін. Ал қазір менде ол да жоқ. Ұмай ана мені көре алмайды. Енді қайттық. Есіме түсті, мен осында тудым ғой. Не? Иә, дәл солай. Мұнда ошақтағы барлық от әрбір отбасыға жарық пен жылу әкелу үшін туады. Демек мен осы жерде дүниеге келсем, осы жаға алуым керек. Қолымнан келеді. Бірақ осы жердің ылғал болғандығынан оны істеу оңай емес. Егер мәселе ылғалда болса, онда біз оны жеңе аламыз. Өйткені бірге біз бәрін істей аламыз. Қаншама позитив. Менің түсінуімше, мұны қайтадан мен жасаймын. Қане, мен сол жерге қой, бұғышақ. Мен болдым. Рахмет, балалар. Сендердің арқаларында енді әрбір шаңырақтың ошағы сақталып, қайтадан жылу бере бастайды. Әсіресе саған рахмет, кішкентай Алауша. Сондай-ақ ендігәрі сен жақсы көретін адамдарыңды күйдірмей ұстай аласың. Не? Шынымен ба? Енді сен бізбен ойнай аласың. Алақай!